Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, мен Жанбатырова Фарида Қанатбекқызы 1995 жылдан бастап Жамбыл облысы Жуалы аудандық ауруханасына қатысты емхана поликлиникада рентген лаборант болып жұмыс жасаймын. 2020 жылдың сәуір айынан бастап осы коронавирус індетіне байланысты алдын алу шараларына байланысты емханаға кіре беріс жерде бірінші пост бекетінде таңғы сағат 7:30-нан кешкі 5:30-ға дейін жұмыс жасадым. Айлықтарымызға қосымша сәуір айында АТФ банк счетымызға өкіметтен 160 мың теңге түсті. Оған көп рахметімді, алғысымды айтам. Енді біздің емхананың басшылары осы 160 мың теңгенің 39 мың теңгесін қайтаруымды талап етті. Неге деп сұрақ қойғанымда, жоғарыдағы басшылардың талап етуі соларға қайтарып береміз деп, бүкіл емханада поста отырған қызметкерлердің бәрінен ақшаны жинап алды. Мен де соның ішінде ақшаны 39 мың теңгені өз қолыммен кассаға, кассир Эльмираға апарып беруге мәжбүр болдым. Енді май айында осы бекетте сағат таңғы 7:30-нан кешкі 5:30-ға дейін ораза айында отырдым. Бірде ыстық, бірде суық далада, желде отырдым. Енді май айына айлығымызға қосымша осы коронавирус індетіне байланысты 200 мың теңге түсті. Енді сол 200 мың теңгенің түскеннен кейін бас дәрігердің орынбасары, зам главврач Байтөреев Абзал Дәулетбайұлы кабинетіне қызметкерлердің бәрін жеке-жеке шақырып, соның ішінде мені де шақырып алып, 200 мың теңге түсетінін және ол 200 мың теңгенің 150 мың теңгесін қайтарып беруін талап етті. Ал енді мен ол 150 мың теңгені қайтармағандықтан 26 июнь 2020 жылдан бастап мені осы бекет постынан алып тастады. Енді мен сізден өкімет басынан қатты сұранатыным, осы менің өтініш талабыма қарай комиссияны жіберіп, және ол әділ жолмен тексеріп, және заң аясында осы басшыларға шара қолдануыңызды өтінемін. Және сондықтан және медбикелерді, басқа өңірдегі мен сияқты поста тұрған медбикелерді мені қолдауларын сұраймын. Және әділдік орнасын деп қатты өтінемін. Және посыма қайтарып, июнь айындағы да басқа айдағылар ақшамды, өз маңлай термен тапқан ақшамды өзімнің қалтама түсіп, ешқандай басшылық менен сұрамайтынын, және ешкімнен қорықпай, ешкімнен қысым көрмей жұмыс істеуіме жағдай жасауыңызды мен сізден елбасы ретінде, президент ретінде, аға ретінде қатты өтінемін.